Сәлем достар, өте дамды жұмсақ пончиктер пісіреміз. Бізге керегі сары май, дрож, яғни ашытқы ұн, 2 жұмыртқа, қант және де сүт. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз шамалы ерігеннен соң жылы сүтімізді құямыз. Сүттеріңіз міндетті түрде жылы болуы керек. Және де сары майымызды ерітіп, құйып кішкене ғана бөлігін алып қаламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Кішкене ғана тұз салып, дрожжымызды, яғни ашытқымызды саламыз. Араластырып жібереміз. Одан соң ұнымызды аз мөлшерден сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұндарыңызды көп салып қоймаңыздар, көрсетілген мөлшерден көп салып қоймаңыздар. Сол кезде сіздердің пончиктеріңіз де жұмсақ үлпілдек болып шығады. Жаңағы алып қалған сары майымызды салып жіберіп, қолымыздың көмегімен қамырды илейміз. Міне осылай жұмсақ болып шығады. Ортаға жинап, бетін жауып, жылы жерге 2-3 сағатқа қалдырамыз. Уақыт өтіп шықты, біздің қамырымыз осылай көтерілді. Ыдысымызда жақсылап алып аламыз. Онды шамалы ғана мөлшерде салыңыздар, көп салып қоймаңыздар. Енді оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қалыңдығы 1 сантиметрде болуы керек. Қатты жайып та қоймаңыздар. Осылай қалыңдау болып шығуы керек. Мен осылай арнайы форма арқылы кесіп алдым. Кез келген стаканның көмегімен кессеңіздер де болады. Орта жағын кремге арналған насадкамен кесіп шықтым. Барлығын осылай кесіп аламыз алдын ала. Пергамент қағазын үстіне жайып, пончиктерімізді бетін майлықпен жауып, жылы жерге тағы да жарты сағаттай қалдырасыздар. Енді пончиктеріміз дайын болды, қуырып алуға болады. Қызып тұрған майымызға пончиктерімізді асты орташа отта болуы керек. Екі жағы сарғайынша қуырып аламыз. Астын қатты қойып қоймаңыздар, егер қатты қойсаңыздар, бет жағы күйіп, орта жағы піспей қалады. Сол үшін орташа отта болуы керек. Мінеке қызарып шықты. Енді екінші бетіне ауыстырып, дәл солай қуырып аламыз. Мінеке біздің пончиктеріміз дайын болды. Барлық пончиктерді осылай қуырып аламыз. Астын қатты қойып қоймаңыздар, орташа отта қуырып аласыздар. Енді сәндеу үшін жылы сливкиімізге шоколадымызды екеуін араластырып аламыз. Шоколадымыз ерігенше араластырамыз. Егер бұның сәндеуі өздеріңіз қалауларыңыз бойынша, мен осылай шоколадпен сәндедім. Немесе қант ұнтағын сеуіп қойсаңыздар да әдемі болып, дәмді болып шығады. Мен осылай жасыл түсті және де қызыл түсті бояулар қолдандым. Бұлардың барлығы өз қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Ең беткі жеріне осындай ұсақ кәмпиттерімізді сеуіп шығамыз. Енді шоколадты ганажымыз қатқанша 1 сағаттай қалдырамыз. Мінеке достар, уақыт өтіп шықты. Біздің пончиктер дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.